Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге қамырды дұрыс илеудің және дұрыс жаюдың тәсілдерін көрсетемін. Суға салғанда езілмейтін, жыртылмайтын, сынбайтын, беті теп-тегіс дөңгелек етіп жаюдың түрлі сырларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Қамыр илеу үшін біз ең алдымен таза ыдысқа 300 грамм ұн салып, үстіне тұзды су қосып, және де үлкен бір жұмыртқа немесе кіші 2 жұмыртқаны салып, қаттылау қамыр илейміз. Илеген қамырымыз міндетті түрде қатты болуы тиіс. Қатты болса біздің илеген қамырымыз езілмей жақсы піседі. Қамырымызды осылай қолымызбен баса отырып илеп шығамыз. Иленген қамырды 7-8 минутқа бетін жауып, тындырып, ие қанғанша қойып қоямыз. Июі әптен қанған қамырды алып, енді жаюға кірісеміз. Қамырымыз дөңгелек болып жайылу үшін иленген қамырымызды қолымызбен баса отырып, ары қарай осылайша оқтаумен жаямыз. Қамырды жайған кезде қолдың күшін ортасына түсірмей, екі шетін басып жаямыз. Қамырдың ортасы жұқарып, шеті қалың болып кетпес үшін осылайша екіге бүктеп алып, шет-шеттерін тегістеп жайып шығамыз. Қамырды оқтауға ораған кезде арасына ауа өткізбей орасақ, біздің қамырымыздың беті теп-тегіс болып жайылады. Қамырдың шетінен оқтауды айналдыра отырып жайсақ, біздің қамырымыз дөп-дөңгелек болып шығады. Өзіңіз ұнатқан қалыңдықта жайып аласыз. Жайылып болған қамырды 4 бұрыштап тегістеп, 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Бұл қамырды асылған етке, пельменге немесе мантыға да пайдалануға болады. Достар, менің каналымда осы қамырмен қатар көптеген тегін рецепттер, түрлі торттардың және де түрлі выпечкалар мен салаттардың рецепттері бар. Алдағы шығатын жаңа рецептерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа. Еттің қамырын пісірер кезде сорпаңыз міндетті түрде ең қатты отта қатты қайнап тұруы қажет. Бұл қамырларды алдын ала дайындап, тоңазытқышта, морозильникте сақтауға болады.